Серік лагерден қайта шығып келе жатты. Ол Анна Ивановнаның «Ақырын жүр, жығылып қаласың» деп ескерткен сөзін екі еткісі келмейді. Ақырын жүріп келеді. Жол ортадан асқан кезде іші пысты ма немене бір жалғыз аяқ жолға түсті де ойға қарай желе жөнелді. Қара төбел ат еті қызып алған соң ауыздықпен алысып жүрісін барған сайын үдете түсті. Сол жүргеннен жүріп отырып Серік орманның терістік шығыс шетіне қарай шыққанын да сезбей қалды. Ағаш сиреп алыстан бір село мұнарланып көзге түсті. Серік тізгінін тежеп тұра қалды. Бұл қалай? Адасып келе жатыр екенмін ғой. Анау Григорьевка селосы, анау көрінген су Днепр деп күбірледі де қара төбелдің басын солға шұғыл бұрды. Енді адаспас үшін орманның шетінен алыстамай терістік батысқа қарай жүрді. Желе жортып келе жатып, ат ауыздығын сүзіп, басын ілгері изеп қалса, Серік тізгінінен айырылып қалатындай сезінеді. Тізгінін кішкентай қолына орап, қос қолдап тежеп ұстап келеді. Бір кезде Анна Ивановнаға еріп, осы көрінген Григорьевка селосына талай рет келгені есіне түсіп, Серік оң жағына қарап еді. Оның көзі бір сұмдықты шалып қалды. Селоның бергі жағындағы жақын орманға қарай село жақтан келе жатқан бір топ қара киімділерді көрді. Барлауға шығып, тәжірибелі партизандардың жанында көп жүріп қалған Серік тоқтай қалды. Екі көзі сол село жақта. Қара киімділер соңынан көк киімділер шұбап келе жатыр. Олардың саны тым көп сияқты көрінді. Әлгі шағын орманға кіріп жатыр. Олардың қара киімділері полицайлар, көк киімділері неміс солдаттары екенін Серік бірден білді. Ол енді жаудың қалай бет алып келе жатқанын анықтап білгісі келді де, атын тасаға байлап, өзі ағаштың қалқасымен бұтағын жан-жағына еркін жайып тұрған сары жуан қарағайдың түбіне келді. Әлгі жаққа көз жіберіп еді, ештеңе көре алмады. Сонсоң қарағайға өрмелеп шыға бастады. Жоғары шығып қарап еді, бүкіл село оның маңайындағы шағын ағаштар аяғының астында жатқандай болып көрінді. Көк киімділердің соңы шағын орманға жақындағанда, қара киімділердің алды ол орманнан шығып, бораннан ықтап келе жатқан малдай Серіктің өзіне тура келе жатқандай болды. Серік абың-күбің ағаштан түсті де атына мінді. Ол енді жан-жағына қарамастан шаба жөнелді. Сол шапқан бойы тосқауыл жасап жатқан салт атты партизандар тобына келіп, алдынан шыққан Иван Ломакадан «Командир қайда?» деп сұрады. «Оны қайтесің? Аттан түс, әңгімелесейік. Лагердегілер аман ба екен?» деді Иван Серіктің тізгінінен ұстай алып. «Керек, жау келіп қалды, ана жақта келе жатыр. Командир қайда?» деп Серік тебініп қалғанда, қара төбел атып кетіп, Иван тізгінінен айырылып қалды. Иван: «Ана ағаштың түбінде жатыр» деп командир жатқан жерді нұсқап жіберді. Серік командирдің жанына келіп, атынан түсе қалды да, оған көрген білгенін түгел баяндады. Командир кішкентай барлаушының сөзін мұқият тыңдап алды да: «Ол жендеттер қырмен шықпай, Днепр бойымен келген ғой» деп күбірлеп жүресінен отыра кетіп, планшетінен алған ақ қағазға бірдемелерді жаза бастады. Серік командирдің ендігі бұйрығын күткендей, атының тізгінін ұстап тұра берді. Қара төбел ат пысқырып, жер тарпиды. Серік оның танауынан сипап, мойнынан қағып қояды. Командир жазған қағазын төрт бүктеп орнынан тұрды да: «Осы жерге өзіміз жүріп келген жолды білесің ғой? Сол жолмен шауып барып, мына қағазды Иван Кузьмичтің өз қолына тапсыр. Олар біздің ізімізбен келе жатыр. Түсіндің бе, Сережа? Тез бар. Бұл жауапты тапсырма», деді Вовка. «Түсінікті», деп Серік қағазды вельветкасының төс қалтасына салды да атына қарғып мінді. «Жолың болсын, Сережа», деп командир байланысшысына сүйсіне қарап тұрып. Серік атының басын кейін шұғыл бұра беріп: «Қайтып осы жерге келейін бе?» деп сұрады командирден. «Жоқ, біз бұл жерде болмаймыз, отрядпен бірге боласың. Сенің қайда болатыныңды Иван Кузьмич біледі», деді командир Серіктің соңынан. Серік түсінікті дегендей басын изеді. Иван Кузьмич километрлік картасына қызыл қарындашпен 3-4 белгі салды да, картаға үңіліп, жанында тұрған Константин Спежойға қарап: «Міне, осы жерлерге Максимкаларды орналастыр да, мына екі ортаны ашық қалдыр.
Олардың алдыңғы шолушылар тобын өткізіп жібергеннен кейін бұл жерде 2 Дегтярев пен Бекіт: өте сақ болыңдар, жау жолаушылары бұл қақпаға ешбір күдіксіз кіретін болсын. Жаудың қалың қолы 50-60 метр жақындамайынша оқ атпаңдар. Вовка, мына жеке шоқ қарағай ішінде. Сендер жаудың бетін пулемет оғымен бората тойтарған кезде олар да қылыштарын көтереді. Жауды мына арадағы еңісте бір жола жойып жіберу керек, деп картаның қоңырлау бояумен қисық-қисық сызылған жерін командир қарындашпен айналдыра сызып көрсетті. Сонан кейін спежевойдың бетіне қадала қарап отырды да: саған көмекке Бутенко мен Алексеенкалар да жетеді, деп қорытты ол сөзін. Түсінікті жолдас командир, бұйрығыңызды орындауға рұқсат етіңіз, деп спежевой тік тұра қалды. Рұқсат. Байланысшыны байқап жұмсаңдар, оны оққа ұшырып алмаңдар, жолдарың болсын, деді отряд командирі. Жарайды, біздің Сережаға оқ тимейді, ол оқ тимес. Ол қайда? Амангелді. Партизандар оны Амангелді деп атап кеткен еді. Баста жолды, деп спежевой анадайда Бористің қасында тұрған Серікке дауыстады. Серік партизандар тобының алдына түсіп, Кузьмичпен қоштасқандай ат үстінен қолын бұлғады. Командир Серікке сақ бол дегендей 2 саусағымен белгі берді. Сол арада отряд 2-ге бөлінді де, жартысы айқасқа аттанып, жартысы лагерге қарай беттеді. Командир спежевой дүрбімен бет алыстағы биіктікті болжап отыр. Ағаш арасынан село үйлері ағарып көрініп тұр. Бұл өзі туып, жастық шағын сайрандап өткізген Григорьевка селосы. Бір кезде өзі асыр салып ойнаған селосы. Міне, енді жау қолында. Сонда 70-ке келген кәрі анасы София Павловна мен өзінен үлкен апасы Надежда Ивановна тұрады. Олар онда тұрып тұрмыс құрмайды. Күнде жасырынып, түнде ғана барып, ағайын туғандарының үйлерінен тамақ ішеді. Фашистер селоға келісімен оның әкесі Иванды асып өлтірген, үйін өртеп жіберген. София Павловна мен Надежда Ивановна үйде жоқ болып аман қалған. Өзі болса Қызыл армия қатарында еді. Болған оқиғаны қоршауда қалып, кейіннен туған селосына түнде жасырын келгенде бірақ білген. 1-7-ден кейін Кеңес армиясының офицері деп өзінде қуғын сүргінге салған басқыншылар. Сол күндерден бастап Емельян Демьянович, Ламака, Сильвестр, Василий Горовенкалармен бірге селода астыртын ұйым жұмысына басшылық етіп ашық жүруді қойған. Кейіннен Переяслав, Канев аудандарында астыртын ұйымдарды ұйымдастырған. Партизан отрядының бір бөлімшесін басқарып, міне, қазір 2 отрядтан құралған ірі отрядтың 1 батальонын басқарып тосқауылда отыр. Ол дүрбісін жайлап селодан солға қарай бұрды да, бір шоқ қарағайға әкеліп тоқтатты. Бірлі жарым көк киімділер көрінеді. Дүрбісін онан төмен сайға қарай жылжытып еді, топтанған қалың жау көрінді. Ол, мыналарды көріп тұрсың ба, жоқ па дегендей, дүрбісін сол жақтағы Вовка, мына шоқ қарағай ішінде, деп Иван Кузьмич айтқан шоқ қарағайға тіреді. Бірақ онан ешкімді көре алмаған соң, әлде қателесіп басқа бір жерге қарап тұрмын ба дегендей, дүрбісін көзінен алып, жай көзімен де қарап көрді. Жоқ, қателескен жоқ екен. Сол шоқ қарағай, бірақ мықтап жасырынған болулары керек. Ешкім көрінбейді. Спежевой енді дүрбісін қайта жау тобына бағыттады. Иә, көп ақ, дені көк киімділер. Демек, көбі немістер, басқыншылар. Азы қара киімділер, сатылған ұлтшылдар. Отанын сатып, басқыншыларға қолшоқпар болған полицайлар. Олар жаудан да қауіпті. Өйткені олар жердің жағдайын жақсы біледі. Тұрғын халықты әбден таниды. Олар үшін зор апат. Олардың айтуы бойынша басқыншылар совет адамдарын атып, асып жатыр. Жау сайға көп аялдамады. Олар бері қарай ағылып келе жатыр. Жауды спежевойдың қасында, жапырақ арасында демдерін іштеріне тартып жасырынып тұрған Серік пен Борис көріп тұр. Екеуі командир келе жатқан жауды көрмей тұр ма дегендей спежевойға қарап қояды. Міне, 10 шақты қара киімділер жақындап қалды. Тіпті орманның жиегіне делінді. Бірақ олар жұбын жазбай келе жатқан жоқ. Винтовкаларын кезеніп, бытырап, әр қайсысы әр жерден келіп,
орман шетіне кірді. Қарашы азғындарды басқыншылар айдап салғанға аңша андыздап келе жатқанын. Батыр болса, сендерге дос болса, басқыншылардың өздері неге алға жүрмейді? Өздері бірінші болып орманға неге кірмейді? Деп тісін қайрап отыр Константин Иванович. Жау орманға кіріп кетті, неге атпадық? Дегендей серік командирге таңдана қарады. Константин Иванович кіре берсін, оларды жігіттер ұстайды, дегендей қолын сермей салды серікке. Серік командир ойын түсінгендей болып, қайтадан алғы жаққа көз жіберді. Жақындап қалды. Серік пен Бористің неге оқ атпайды деп тағаты кете бастады. Константин Иванович Спежевой 20-ның 4-5-індегі қара торы, бұйра шаш, денелі, сымбатты еді. Оның көркемдігіне ақылы сай, ұстамды, сабырлы командир, партизан соғысы әдісін әбден меңгерген адам. Ол бұл айқастың жөн жосығына қанық, сондықтан ол уақыты жетпей қозғалмас. Жау көздеулі жерге келген кезде Константин Иванович ракетницасын ілгері қарай созды да жауға қарай қызыл ракета тастады. Сол ақ екен, пулеметтер үн қосты. Бірнеше жерден станкалық пулеметтері оқ боратып жатыр. Атылған пулемет, автомат, винтовка даусына қол гранатасы көмекке келді. Осы бір 4-5 минут ішінде орман жаңғырығып, аспан астын күңірентіп жіберді. Оқ астында қалған жау кейін қарай ойысты. Сол сәтте сол жақтан Вовка аттылары шыға келіп, шегінген жауға тап берді. Жаудың ойдан бері шығып үлгере алмағандары сайды құлдилап, Днепрге қарай бас сауғалап барады. Осы жан алыс, жан беріс айқас үстінде командир серікті пакетпен Вовкаға, ал Бористі оң қанаттағы Янцелеевичке жіберді. Командирдің өзі пулеметшілерді оң қанатқа жылжытып, қашып бара жатқан жауды өкшелей атуға бұйрық беріп, Спежевой команда пунктінде қалды. Жан жақтан ұтылай соққан партизандардың тегеурінді шабуылына төтеп бере алмаған жау кез келген жаққа бас сауғалап, көбі оққа ұшты да жартысы қолға түсті. Днепрге қарай ойысқан жау тобын оң қанаттағы Янцелеевич партизандары жойып жіберді. Аттылар айқасы ұзаққа созылып, олардан бір взводтай жау құтылып, сол жақтағы қалың орманға өтіп кетті. Вовка аттыларынан 10 шақты адам оққа ұшып, біраз жараланды. Осы соғыста серік қолынан жараланып, қара төбел ат оққа ұшты. Күн бата, бұл соғысқа қатысқан партизан бөлімшелерінің бас аяғы жиналып, көптеген қару-жарақ, оқ-дәрі, азық-түлікті қолға түсіріп, 58 тұтқынды лагерге айдап әкелді. Келесі күн командирлердің ұсынуы бойынша байланыс жұмысында ерлік көрсетіп, ерекше көзге түскен үшін отряд командирі Серік Мергенбаев пен Борис Савченкоға партизандар сапы алдында алғыс жариялап, екеуіне сыйлыққа автомат тапсырды. Серік пен Борис Переяслав бағытынан барлаудан келе жатты. Барлауды ойдағыдай орындағандарына екеуі де көңілдеді. Зарубенцы селосы тұсында Днепр жағасымен жүруді қолайлы көріп, қалың жас шыбықты тоғайға келіп кірді. Днепрдің оң жағы биік, орманды келеді де, сол жағы аласа жазық құмды болады. Майда құмға шыққан тал ит тұмсығы өткісіз қалың. Осы қалың тал тұтасқан бойы төмен қарай кете береді. Жорыққа шыққан партизандар тобы бұл талды талай-талай тасалай келіп, жауға ойран салған. Соны жақсы білетін екі барлаушы тал арасынан жайбарақат жүріп келеді. Аспан айналып жерге түскендей. Күн тым ыссақ. Луковец селосының тұсына келгенде Днепр жағасына шықпай, Днепрден тарамданып жатқан қара судан шөл басқылары келді де, екеуі жағаға қарай жақындады. Көлденең кездесе кеткен қара судан кезек барып ішіп, беті қолдарын жуып салқындады да тағы ілгері жүрді. Сол сәтте өзен жақтан дауыс естіліп, біреулер күлгендей болды. Екеуі тұра қалып тыңтыңдады да, талдың арасымен дауыс шыққан жерге келсе, екі адам суға түсіп жүр екен. Екеуі де еркек адам сияқты. Суда құлаштап малтып жүр. Ұлтшылдар ғой, жайбарақат рақаттанып жүргендерін қарашы.
Жұрттың бәрі қолдарына қару ұстап күреске шыққанда, деді Борис оларға кектене қарап. Олар бізге қарсы соғысып жүрген жоқ па қайта? Менің мына қолымды жаралаған осылар ғой, Боря. Осылар жай ұлтшылдар емес, полицайлар болмасын, деп күдіктенді Серік. Борис болса болар дегендей жан-жағына сақтана қарай қалды. Сөйтіп тұрғанда сол жақтарында жуан талдың бұтағына іліп қойған көк мундир, ақ ішкі көйлектерді көрді. Талдың түбінде бір винтовка сүйеулі тұрғанын көріп, екеуі сасып қалды. Полицай десек, мыналар нағыз жендеттердің өзі ғой, деді Борис Серікке жалт бұрылып. Серік судағы малтып жүрген немістерге қарады. Екеуі су ортасына барып қалыпты. Арғы жақта біреу бір қол қайықпен әуреленіп жүр. Бұлар қайық шақырып арғы жақтағы Луковец селосына өту үшін қайық күтіп суға түсіп жүрген неміс солдаттары екенін бірден түсінді барлаушылар. Серік пен Борис маңайда тағы біреулер бар ма деп төңіректі шолып шықты. Ешкім жоқ екен. Киім-кешектерін алып кету керек пе, әлде күтіп жатып өздерін атып кету керек пе? Екеуі осы жағын ойласты. Сережа, винтовкалары мен киім-кешектерін алып кетейік. Олар қайта малтып келгенше талай жерге барып қаламыз, деген ұсыныс жасады Борис. Серік су жаққа бір қарап қойды. Жау киімдері жатқан жаққа тағы көз тастады. Сонсоң сәл ойланып тұрып, қаруларын алайық та, өздерін бері судан шыққан соң атып кетейік, деді жігерлене сөйлеп. Командир оқ атпаңдар дегені қайда? Деп қалды Боря. Оқ атпа дегенде тапсырманы орындап болғанша оқ атпау керек. Енді лагерге жақындап келіп қалғанда несіне қауіптенеміз? Өздерін атпай, киімдері мен қаруларын алып кетсек, анадағыдай партизандар бізге күледі ғой. Мас полицайды қолын артына байлап алып барғанымызда Борис пен Сережа мас боп ұйықтап жатқан жауға батыр деп күлгені қайда? Онан да екеуін де судан шығармай атып кетейік. Екеуміз екеуін бірақ тартамыз, деді Серік автоматына қарап қойып. Борис келіскендей болып, давай, деді. Борис әрқашанда бір нәрсе істер алдында сөзінің сырағысы осы давай болатын. Екеуі дереу еңбектеп барып, жаудың винтовкасы мен киім-кешектерін құшақтап алып, тал ішіне алып келді де кешікпей қайта шықты. Бұл кезде немістер қайта малтып келе жатыр еді. Екеуі бір жуан талдың түбіне жасырынып тұра қалды. Серік Бористің беліндегі пистолетті көріп қуанып кетті. Борис Серіктің құлағына аузын тақап, біреуінің белбеуінде екен. Демек, бұлардың бірі офицер, деп сыбырлады. Екі бала автоматтарын тексеріп, алдарына төніп тұр. Екі жендет судан шықпай жатып, автомат оғының астында қалды. Днепрдің ашулы толқыны, тағы атыңдар мына жендеттерді, дегендей, екі арам денені жиекке итеріп тастап қайтып кетті. Әлде оқ демей әдейі жатыр ма деп қалған Серік жақындап барып, автоматтан тағы оқ атты. Арғы жақта қол қайық маңында амалсыздан күйбеңдеп жүрген адам селоға қашып бара жатты. Серік пен Борис тоғайға кіріп жоқ болды. Бір жолы барлаудан барлаушылармен бірге келе жатып, Серік Белое озеро деген орман шаруашылығындағы құс бағып жүрген балаларға кездесіп, олармен мұңдасқан болатын. Бұлар бұрынғы Переяслав балалар үйінің балалары еді. Оларды басқыншылар келіп қалған кезде шығысқа қарай алып кетуге үлгере алмаған. Переяслав пристанында кемеге тиеп әкеткелі жатқанда неміс сойқандары келіп қалып, балалар тәрбиешілермен бірге басқыншылардың қолына түсті. Оларды жаяу Переяслав қаласына айдап келді. Сарайға қамап қойды. Тәрбиешілерді балалардан, балаларды тәрбиешілерінен айырды. Балалар сарайда қалды. 10 күн ішінде балалар аштықтан жүдеп кетті. Оның үстіне большевиктердің әдейі құрметтеп тәрбиелеп жатқан кішкене большевиктері деп оларды ұрды, соқты. Кейіннен сарайға азамат киімді екі жуан қарын неміс келді. Балалардың жартысын іріктеп солар алып кетті. Қайда алып кеткенін ешкім білмеді. Қалғандарының ересектерін Киев қаласына жөнелтті. Кішкентайларын осы Белое озеро бұрынғы бір колхоздың құсын алып келіп, соны бақтырып қойды. Бұл Переяслав комендантының азығы. Балаларды алғашқыда жаралы бір неміс офицері басқаратын еді. Соңынан ол кетіп, екі полицай басқаратын болды.
қайсысының болмасын балаларға таяғы жұмсақ тиген жоқ. Күніне 2 рет қара нан мен қара су ішіп 22 бала құс бақты. Әрбір өлген, жоғалған балапан үшін олардың барлығына бірдей дүре соқты. Отырса басқа, тұрса аяққа сабады. Осы жайды балалардың өз аузынан естіген Серік оларды аяйтын, оларға жаны ашитын. Әттең шамасы келсе, босатып алғысы да келетін. Бірақ Серік тым құрығанда топ командирі да емес қой. Ол жай барлаушы. Балалардың әңгімесін ол жалғыз ғана естіген. Онан басқа барлаушылар ағаш шаруашылығының төңірегіне арнаулы тапсырмамен келіп жеткен. Олар балалар жайында, құс фермасы жайында да хабарсыз. Ол туралы білуге уақыттары да жоқ болатын. Серікке барлық жайды айтып берген 11-12-лерге келген ашаң, ақсары бала. Ол барлығын жыламсырап, кішкентай кеудесін кере күрсініп отырып айтқан еді. Партизансыңдар ғой, партизандарда да сен сияқты балалар көп пе? Қашып шықсам сендерді таба аламын ба? Партизандардың барлығы мені қабылдап ала ма? Деп шашы жалбыраған таңқы танау ақсары баланың сөздері, оның қырылдаған қоңыр даусы Серіктің құлағынан ешқашан кетер емес. Серік бір күні бос уақытын пайдаланып отряд штабына келді. Штабта Иван Кузьмич жалғыз отыр екен. Серікті көрді де: «Аман келді, бері кел. Жаран жазылды ма? Дәрігерге көрсетіп жүрсің бе?» деп сұрақты үсті-үстіне қойып, оны өз жанына шақырып алды. Серік командирдің жанына жақын келіп: «Жарам жазылып кеткен» деп жеңін шынтағына дейін түріп, жарасының қара қотырланып тұрған орнын көрсетті. Шынында да жазылып кеткен екен» деп командир қуанып қалды. «Неге келдің? Лагерде ұзақ жатып қалып жалықтың ба?» деп Иван Кузьмич Серікті жанына отырғызып арқасынан қағып қойды. Серік біраз ойланып отырды да, әкесіндей жақсы көретін командиріне Белое озеро оқиғасын түгел айтып берді. Не дер екен дегендей, Иван Кузьмичке қарақаттай қара көзін сұраулы пішінмен қадай қойды. Серіктің көкейкесті ойын түсіне қойған командир: «Оларды босатып отрядқа алып келеміз. Оған сен де барасың. Гриша Спижевойдың тобын лагерге келісімен жіберемін» деді. Серік қуанғаннан орнынан атып тұрды да, белбеуін түзеп, кетуге ыңғайланып, кәдімгі солдаттарша: «Кетуге рұқсат етіңіз» деп саңқ ете түсті. Иван Кузьмич жымиып күлді де: «Бара беруіңе болады» деп сол жағын әскери адамша оқыс бұрылып кетіп бара жатқан Серіктің соңынан қарап қала берді. Серіктің ерлігі, Серіктің тапқырлығы, қырағылығы оны бұрыннан да қатты сүйсіндіріп жүретін. Әлгіндегі сөзі, қимылы тағы да ұнай түсті. Сондықтан бала тілегін қалай да орындауға бел байлады. Сол күні Григорий Спижевойдың тобы жорықтан келді де, ертеңіне түс ауа Белое озероға шығып кетті. Топ алдында қарт партизан Семен Григорьевич Власенконың жанында Серік те кетіп бара жатты. Отряд үлкен құрамаға айналып Ходский орманында тұрған кез еді. Сентябрь айының ортасы болатын. Күн шайдай ашық. Қиян-кескі ұрыстан соң отряд Днепрдің оң жағындағы Панитов орманынан осы орманға ойысқанына бүгін 2-ші күн. Сол ұрыста қолға түскен тұтқындардың жауабына қарағанда, фашист армиясы тоқтаусыз шегініп, қала соңынан қала, село соңынан селоны тастап, шегініп келе жатқанға ұқсайды. Бірақ майдан линиясы қай жерде екенін анық айталмаған. Сол себепті құрама басшылары Шығыс Полтава, Харьков бағытына барлаушылар жіберген болатын. Олардың ішінде әдеттегідей Серік те бар. Барлаушылар әлі қайтып оралған жоқ. Бүкіл лагер болып олардың хабарын күтіп отыр. Күтпегенде ше, жау тылында 2 жылдан аса уақыт болып, бел шешіп, бір күн болса да рақат көрмеген жандар. Осы мезгіл ішінде талай рет жаумен бетпе-бет белдескен. 2 күннің бірінде соғыс, қан төгіс. Айнала жау, артыңда, алдыңда тосқауыл. Осы 2 талай күндерде жанкештілікпен отан үшін алысқан ерлердің көргендері, бастарынан кешкендері көп еді. Олар сәулетті қала мен селолардың күл талқан болып қалған орнын көрді. Немістер тірідей көмген әке-шеше, аға-іні, қарындастарының зиратын көрді. Тоналған елді, үй орнында күл болып, қара топырағы ғана қалған жерді көрді. Панасыз жүрген ананы,
Анасы жүрген баланы көрді. Жер қан сасып жатты. Міне, фашизмнің салған лаңы осындай еді. Осындай адам баласының жаны түршігерлік, айуандық жасаған фашизм құмарларын іштен жайлап ер азаматтар етігімен су кешті. Отан үшін алысты. Кегі кетіп бара жатқан халықтың кегін алысты. Ар үшін, ұят үшін, намыс, азаттық үшін белдесті олар. Бостандық үшін, болашақ бақыт үшін жаумен бетпе-бет келіп айқасты ерлер. Өздерінің туған қасиетті жерінің әр қадамы үшін қан төкті. Олар жаудың ту сыртынан соққы беріп, басқыншыларды іштей жайлап, айбынды Қызыл армияға көмектесті. Ұлы жеңіске үлкен үлес қосып келеді. Осындай патриоттықтың үлгісін көрсеткен ерлер өз елін, өз жерін, өздерін мәпелеп тәрбиелеген адамдарын сағынды. Олар бейбіт өмірді аңсайды. Ата-аналарын, сүйген жар, бала-шағалары, туған-туысқандарын, жора-жолдастарын сағынады. Кейбірі Қызыл армияның бірінші кездескен солдатын құшақтасам, сонан соң өлсем де арманым болмас еді, дейді. Кейбіреуі отанның бір түкпіріндегі өз үйіне баруды армандайды. Лагер сентябрьдің 16-сынан 17-сіне қараған түні ұйықтамай шықты. Құрама отряд комиссарлары партизандар арасында жұмыс жүргізді. Қызыл армиямен кездесуге, қанды соғыс қиыншылықтарынан жүрегі бұзылып, аурулы болған партизандарды қуанғаннан жүрегі жарылып өліп кету қаупінен сақтандырып, алдын ала әзірлік жасады. Таң әбден атқанда барлаушылар Қызыл армия Переяславқа келді деп хабарлады. Соның соңынан лагерге көп кешікпей 2 танк келді. Танктың люгінен бірінші рет көрінген полковникті көргенде уралап айқайлаған дауыстан бүкіл орман толқып тұрды. Танкистерді партизандар кезек-кезек құшақтап, беттерінен сүйіп амандасып жатыр. Біріне-бірі кезек берер емес. Лагердің қуанышты кездесуі бірер сағатқа созылды. Құрама командирі Иван Кузьмич Примак, полковник және танкист үшеуі құрама штабына беттеді. Олардың соңынан отряд командирлері мен комиссарлары да штабқа кірген. Партизандар құрамасы басқыншылардан азат етілген Переяслав ауданының Шобитки, Пологи, Вергуни деген 2 селосында дем алуға орналасты. Бұл селолардан Майдан линиясына айналған Днепр өзені 25 шақырымдай. Немістер өзеннің оң жағына, біздің Қызыл армия сол жағына барып бекінді. Екі жақ армиясының алдыңғы шебін бөліп тұрған осы Днепр. Жау өзеннің оң жағына бекініп, судың батыс жағасының орман басқан дөңесінің стратегиялық артықшылығын пайдаланып, сонда тұрып қалмақ. Бұл қарманғанда қолдарына ілінген ақырғы талы екенін білді жау. Мұнан айрылса, үріккен қойдай дүркірегеннен дүркіреп қашатыны сөзсіз. Ондай халде қайда барып тоқтары белгісіз. Сондықтан соңынан тарихта Букрин плацдармы деп аталған бұл жерге жау барлық күшін салып, бар техникасын төгіп бақты. Бірақ бұларды өкшелеп қуып келген Қызыл армия майданы да осал күш емес еді. Олар маршал Малиновский басқарған атақты 3-ші Украин майданының жауынгерлері. Кәрі Днепрдің астымен де, үстімен де өтіп шығып, жауды тас-талқанын шығарып, қасиетті Украин жерінен қумақ. Кеңес жерін, уақытша жау қолында қалған кеңес адамдарын азат етпек. Алдымен Днепрден өту керек еді. Оған Чапаев атындағы партизандар құрамасының 3-ші отряды аттанды. Партизандар өздерінің күні бұрын жасырып қойған қайықтарымен бірінші болып Григорьевка селосының сәл төменгі жағынан түнде өтіп шығып, судың арғы жағына бекініп, Қызыл армияның жаяу әскер бөлімшелерін жасырын өткізе бастады. Көп кешікпей жау сезіп қойып, Днепр үстіне аспалы жарық ракеталарын тастап, өзен бойын бомбалады. Өзеннен өтіп үлгерген Қызыл армия бөлімдері мен партизан отряды Григорьевка, Луковец және Зарубенцы селоларына басып кіріп, одан жау әскерлерін қуып шығып, жаудың көптеген танкілері мен машиналарын қолға түсірді. Сол кезде Қызыл армияның танкілері мен ірі құрамалары да өзеннен өтті. Шешуші айқастардың бірі басталып кете барды.
Анна Ивановна Шобитки селосындағы бір шал мен кемпірдің үйіне орналасты да кішкентайлар тобындағы Борис пен Серікті өз жанына алды. Селода партизан отрядынан басқа екінші эшелонға қарасты бір артиллерия полкі тұр еді. Өмірдің қиыншылығын көріп қалған ана балаларымнан айырылып қалармын деп Серік пен Бористі жанынан шығармайтын болды. Ана ойы 10, санасы сан бөлек. Не істеу керек, қайда бару керек? Өз үй іші болса анау, комиссар майданға кеткелі хабарсыз. Үй дүниелігі болса эшелонда өртеніп кеткен. Өзінің туған үйінің жайы да белгілі. Фашистер әкесін өлтіріп, үйін өртеп жіберген. Қазіргі үстеріндегі бір қабат тозығы жеткен киімдерінен басқа еш нәрсесі жоқ. Баста пана, үсте киім, оның үстіне ішер ас болмаған соң қиын ғой. Соғыс болса мынау әлі аяқталар емес. Ана осының бәрін ойлайды. Біресе өзінің туған селосына барып, ағайындарын паналағысы келеді. Біресе Киев қаласына барып, жұмысқа орналасып, екі баланы оқытпақ болады. Осы екі ойынның қайсысына бел байласа да, туған жер басқыншылардан түгелдей азат етілгенше, осы жерлердің бірінде тұра тұруға, әлі де жаумен күресуге тура келер деп те ойлайды. Сондықтан да Анна Ивановнаның еш қайда асыққысы да келмеді. Үй иелерінің көңілін тауып тұра берді. Отряд қатардағы партизандарына документ беріп, армия қатарына жіберді. Кейбіреулері жау тылына қайта ұшып кетті. Кейбір партия совет қызметкерлері жаудан босаған жерлерге қызметке жіберілді. Отряд жұмысын қорытып, Украинаның орталық партия комитеті алдында есеп беруге құрама комиссары бастаған 10 шақты адам ғана қалды. Бір күні есік алдында жүрген Борис пен Серік жоқ болды да кетті. Анна Ивановнаның зәресі ұшып, есі кетті. Қара басып, екеуінен де айырылған екенмін деп ойлады ана. Екі өкпесін қолына алып, көшеге жүгіре шықты. Селода әскерлер көп еді. Біреуді біреу біліп болар емес. Селода тұрған әскери бөлімнен басқа, село арқылы майдан шебіне қарай өтіп жатқан әскерлер қанша десеңші. Тіпті майдан жақтан жаралы жауынгерлерді тиеп, шығысқа қарай ағылып бара жатқан машиналар мен арбалар да көп. Анна Ивановна балаларын іздеп осы көпке араласып кете барды. Осыдан 2 сағат бұрын Серік пен Борис көшеде кетіп бара жатқан әскери бөлімдерді қызықтап келе жатты. Әр түрлі зеңбіректерді қарап жүр. Біздің осындай зеңбіректеріміз болса ғой, немістердің көкесін көрсететін едік, деді Борис. Ең болмағанда, осындай бір зеңбірегіміз болса да оларға көресін көрсетер едік. Біздің спижевой командир артиллерист емес педі? Міне, дәл анау мойны ұзын зеңбіректі Костя командирдің қолына берсе, жауды қыратын еді ғой, деп оны қостап қояды Серік. Сережа, ананы қара, машина үстіне теміржол рельсін орнатып алыпты. Көпір салуға керек шығар, деді Борис. Артиллеристердің тағы бір колоннасы өз тұстарына қатарласа бергенде. Ол темір жол рельсі емес. Партизан болсаң да осы уақытқа дейін Катюшаны білмейді екенсің, деді артқы жақта тұрған мұртты солдат. Борис солдатқа жалт қарап, ыңғайсызданып қалды. Қызыл ленталы қарай кепкасын түзеп киіп, Серікті түртіп қалып, Катюша дейді. Міне ғажап, қалай атады, рельс сияқты, темірлерінен басқа еш нәрсесі жоқ, деді. Қалай ататынын Серік қайдан білсін? Ол да ой ғажап деп таңырқағаннан басқа ештеңе айтылған жоқ. Сөйтіп тұрғанда оң жақтағы үлкен ақ үйдің қарсысынан бір кіші лейтенант шыға келді де Серікке қарай қалды. Серіктің көзі кіші лейтенанттың қарақаттай көзіне түйісіп кеткенде ол ұялып қысылып қалды. Кіші лейтенант Серіктің жанына жақындап келді де: «Сен қазақпысың?» деп сұрады орысшалап. Серік сәл кідіріп қалды да Бориске қарады. Борис, кім екеніңді айт дегендей басын изеп күлді. Серік кіші лейтенантқа қарап: «Иә, қазақпын», деді орысшалап. «Қазақ тілін білемісің? Мен де қазақпын», деп кіші лейтенант Серікке жақындай түсті. «Білемін», деп Серік енді қазақша жауап берді.
Серік басынан кешкен оқиғаларын түгел айтып берді. Серіктің өмірі кіші лейтенантты таңғалдырғандай болды. Ол бала партизанның әңгімесін тебірене тұрып тыңдады. Соң кіші лейтенант Серіктің иығына қолын салып тұрып, «Атың кім?» деді. «Аты Сережа» деді Борис Серіктің орнына жауап беріп. «Жоқ, атым Серік, партизандар Сережа деп атайды», деді Серік қазақшалап. «Ал Серік, Боря, жүр біздің штабқа барайық, сендерді штаб бастығымен таныстырайын», деді кіші лейтенант. Серік пен Борис барарын да бармасын да білмей тұрып қалды. «Жүріңдер, партизандар осындай бола ма екен? Ұялмаңдар, жүріңдер», деп кіші лейтенант екі баланы екі қолынан жетектеп үйге қарай жүрді. Екеуі біріне бірі қарап жымиып күлді де үйге қарай кете барды. «Менің атым Мұқан, штабтағылар Миша дейді. Біздің штаб бастығы өте жақсы адам. Балаларды, әсіресе партизан балаларды жақсы көреді. Қазір сендермен әңгімелеседі», деп кіші лейтенант екі баланы сөзге айналдырып үйге кіргізді. Алдыңғы бөлмедегі 3 столды жағалай отырған офицерлер Серік пен Бористі көргенде, «Мыналар партизандар ғой. Бұларды қайдан тауып алдың, Миша?» деп бәрі дабырлай сұрасты. «Міне, екеуі де партизан, Чапаевшылар», деді кіші лейтенант. «Біз Примаковшылармыз», деді жұлып алғандай Борис. «Чапаев атындағы партизан құрамасында болдық дегендерің қайда?» деді Мұқан. «Сол құрамада болдық, бірақ біздің командиріміз Примак Иван Кузьмич. Біз Примаковшылар деп аталамыз», деп жауап қайтарды Серік. «Онда жарайды, Примаковшылар. Мынау Сережа Мергенбаев, менің жерлесім. Ал мынау оның қанды көйлек жолдасы Боря Савченко. Біздің штаб бастығының жерлесі болу керек, фамилиясына қарағанда», деп таныстырды балаларды штабтағы жолдастарына кіші лейтенант. «Неге шулап кеттіңдер?» деп сол кезде төргі бөлменің есігін біреу ашып жіберді. Есіктің арғы жағынан бір алпамсадай қара торы ұзын адам шыға келді. «Жолдас подполковник, партизандар бізге қонаққа келді», деп баяндады кіші лейтенант. Подполковник Серік пен Бористі көріп күліп жіберді де, «Кәне, маған кіріңдер, қандай партизан екендеріңді көрейін», деді. Алдыңғы бөлмедегі офицерлер Серік пен Бористі алап штаб бастығының кабинетіне алып кірді. «Жолдас подполковник, екеуі де бұрынғы артиллеристердің балалары, біздің артиллеристердің балалары екен. Мынау Боря артиллерия полкының комиссары Савченко деген майордың баласы екен. Ал мына Сережа дивизион командирі Мергенбаев деген майордың баласы екен», деп сөзін бастады да кіші лейтенант екі баланың өмір баяндарын, бастарынан кешірген оқиғаларын түгел баяндап шықты штаб бастығына. Полковник екі балаға алма кезек қарап ойланып қалды. Полковник Красюк Полтава қаласында туып өскен адам еді. Соғыстың алдында Харьков қаласында артиллерия училищесін үздік бітіріп, лейтенант атағын алған. Полтава қаласында тұрған артиллерия полктарының бірінде взвод командирі болып жүріп, 1937 жылы үйленген. Бір жылдан кейін әйелі ұл тауып, оның атын Борис қойған. Соғыс басталып, өзі Батыс Украинаға аттанғанда, әйелі баласымен Полтава қаласында қалып еді. Сонан бері олардан хабарсыз. Олардың өлісі де, тірісі де белгісіз, еш дерек жоқ. Сонан бері талай соғыстарға қатысты. Қызыл армия бөлімдерімен кейін шегінді. Неше рет жараланды. Әскери ауруханаларда жатты. Оның талайынан сауығып шықты. Неше рет әртүрлі әскери бөлімдерге ауысты. Лейтенанттан шені подполковникке дейін өсті. Ақыры осы артиллерия полкына штаб бастығы болып тағайындалды. Полтаваға жеткенше асықты. Жарымды, жалғыз баламды тауып алам деп ойлады. Полк Полтаваны босатуға қатысты. Подполковник полкі қалаға бұзып жарып алдымен кіргендердің бірі болды. Туған қала азат етілді. Красюк отбасын іздеп өзі тұрған үйге келді. Үйден ешкімді таба алмады. Көршілерінен сұрады. Астыртын ұйыммен байланысы бар деп ұлы мен өзін немістер атып тастаған, деді көршілері. Міне, екі жетім партизан баланың жайын естігеннен кейін полковниктің қайғысының жарасының аузы ашылып кетті. Оның қайғысын бүкіл полкі білетін еді. Штаб бастығының маңдайын жұдырығымен тіреп қойып, көңілсіз сұлық отырғанын көрген офицерлер оны аяп кетті. Бірақ олардың қолдарынан не келеді? Қолдарынан бар келгені Полтавадан соң жауды бұрынғыдан бетер қатты соғып келеді. Енді екінші эшелонға шығып, біраз дем алған соң жауды тағы аямай соғады.
Подполковник ауыр күрсініп, екеуі де біздің артиллеристердің балалары екен. Ең әуелі тамақтандырыңдар, Варшавскийге айтыңдар, екеуін де өз әкелерінің формасымен бастан аяқ киіндірсін. Егер өздерінің қалғылары келсе, полкта қалсын. Соғыс біткен соң оқуға жібереміз. Бұлар да артиллерист болып ел қорғасын, деді. Серік үнсіз подполковникке қарап отырды. Оның біздің артиллеристердің балалары екен деген сөзі Серіктің көкейіне ұялап өте жылы естілді. Көз алдына әкесі елестей кетті. Әкесінің формасы да осы подполковниктің формасында еді. Артиллеристер бір жерде жүретін шығар, бірін-бірі білетін шығар деп ойлады да, менің әкемді көрмедіңіз бе деп сұрағысы келді подполковниктен. Бірақ батылы барып сұрай алмады. Сол сәтте партизандар, жүріңдер деп кіші лейтенант екеуін асханаға тамақ ішуге шақырды. Бористің осы минуттарда не ойлағанын кім білсін, оның шешесі жанында ғой. Ал Серік болса, көп уақыт өтіп көмескілене бастаған ой соқпақтарына қайта соқты. Енді оның ойынан әкесі кетпеді. Мамам өлді, өлгенін көзім көрді. Мамам енді ол жатқан жерден тұрмайды деп түңілді. Ал папам соғысқа кеткен. Оның солдаттары көп, зеңбіректері де көп болатын. Осы маңайдағы артиллеристердің ішінде солдаттарға команда беріп жүр ғой. Қалай тапсам екен? Оны білетін командирлер бар шығар. Бірақ барлығы әскери адамдар құпия деп, оның қайда екенін айтпайтын болар деп ойланып келеді. Асханадан тамақтанып алған соң көрші үйдегі киім тігетін мастерскойға келді. Екеуін екі солдат алдарына тұрғызып қойып, бойларын тігінен, көлденеңінен өлшей бастады. Анна Ивановна балаларын іздеп дал болып жан ұшырып жүгіріп жүр. Көрінген адамнан сұрайды. Ешкім оларды көрмеген сияқты. Әлде үйге келді екен деп, кейін қарай көше бойлап қайта келе жатты. Көшенің сол жағында шарбаққа сүйеніп бір мұртты, орта жасқа келген солдат тұр екен. Әлгі солдаттың тұсынан өтіп бара жатып, осы солдаттан балаларымды неге сұрамадым деп ойлап, Анна Ивановна тоқтай қалды. Сіз осы маңайдан балалар көрмедіңіз бе, деді Анна Ивановна алқына сұрап. Қандай балалар? Екі бала ма? Бірі қара бала ма? Деп солдат мана зеңбірек катюшаларды таңырқаған екі баланы есіне түсірді. Иә, бірі қара бала. Олар қалай қарай кетті деп Анна Ивановна ентігіп солдаттың жанына тіптен таяу келді. Солдат қалтасынан темекі дорбасын алып жатып, Анна Ивановнаға тесіле қарады да, ол екі бала ешқайда кеткен жоқ. Мына полк штабында, полктың аға писарі Миша деген қазақ жігіт еді. Осы арада екі баламен сөйлесіп тұрған. Енді бір кезде екі баланы ертіп штабқа кіріп бара жатқанын көрдім, деді солдат оң жағындағы ақ үйге қарап. Рахмет, деп Анна Ивановна солдатқа алғысын айтты да штабқа қарай жүгірді. Бұлар бір қылмыс істеп қойды ма, штабқа неге әкетті екен деген оймен келіп, Анна Ивановна штабқа кірді. Алдыңғы бөлмеден ешкімді кездестіре алмаған соң, төргі бөлменің есігін ашып еді, бір подполковник отыр екен. Подполковник келген әйелдің кім екенін айтпай-ақ түсіне қойды да, саламатсыз ба, балаларыңызды іздеп жүрсіз бе, деді. Анна Ивановна сәлемдесті де, подполковник алдында жазықты адамдай, иә, балаларымды іздеп келіп едім, екеуінің де сотқарлығы жоқ еді деп балаларын ақтап сөйлей бастады. Жоқ, олар сотқарлық жасаған жоқ, деп подполковник балалардың штабқа қалай келгенін, олармен ұзақ уақыт әңгімелескенін, өз басындағы қайғысын айтты Анна Ивановнаға. Сонсоң, бұлар артиллеристердің балалары екен. Біздің артиллерия полкіне қалдырыңыз балаларды, біз тәрбиелейік, деді подполковник. Анна Ивановна да біраз уақыт бойына подполковник алдында көзіне жас ала отырып, іштегі мұңын ақтарып салды. Балаларды сіздерге бере алмаймын ғой, өзіңіз көріп отырсыз. Ол екеуінен басқа менің нем қалды? Кімге сүйенем, кімім бар менің? Әрине, ашығармыз, тарғармыз, мұнан жаман күндерді де басымыздан кешірдік. Ашығып та көрдік, жарық дүние көрмей, жер асты үйде де тұрдық. Аңша, бұта қарағанды паналап та жүрдік. Қазір оған қарағанда Құдайға шүкір, аш болсақ та, жалаңаш болсақ та, жарық дүниеде еркін жүре аламыз ғой. Қара жұмыс істесем де, екеуін аш жалаңаш қылмаспын, полкке алайын, қамқорлық жасайын дегеніңізге көп рахмет.
Олар тағы бір жаққа кетіп қалар деп Анна Ивановна орнынан көтеріле берді. Сіз әлі де ойланып көріңіз, соғыс болса әлі де жүріп жатыр. Бористі қалдырмағанмен Сережаны қалдырыңыз. Бористі тәрбиелеп жеткізсеңіз де үлкен еңбек қой. Ал Серік болса жетім бала, өзіңіздің балаңыз емес, біздің артиллеристің баласы ғой. Біз оны бір соғысқа салады деп ойлайсыз ба? Ағы аш, киімі жыртық болады дейсіз бе? Штабта жүреді. Соғыс біткен күні оқуға жібереміз. Ол да артиллерист болып шығады, әкесі сияқты, деп подполковник партизан ананы үгіттей бастады. Анна Ивановнаның іші алай-дүлей. Оның көз алдына өткен өмір елестері келіп кетіп жатыр. Өзі туған Зазулин селосы, комендатура. Комендант өзіне таяп келіп, өзін жақтан салып жіберді. Көзінің оты жарқ ете түсіп, көзі қарауытып, есеңгіреп, қабырғаға барып сүйенді Анна Ивановна. Сол сәтте мама деген Серіктің ащы даусы құлағына келді. Көзін ашып қарады. Серік екі алақанымен бетін басып, мамалап шыңғырып тұр. Жоқ, жолдас подполковник, Серік менен тумаса да, туғандай болып кеткен бала. Ол мені өлімнен алып қалған. Де оған пана да, ана да болып келемін. Оны сіздерге бергім келмейді. Бере алмаймын. Олар қайда болса, мен сонда. Мен қайда болсам, олар да сонда болулары керек. Серікті бере алмаймын. Оған қолқа салмаңыз, деді ана үзілді-кесілді жауап айтып, жыламсырап көзін сүртіп отырып. Анна Ивановнаның көмбесіне көзі жеткен соң, жарайды, балаларыңыз өзіңізге болсын. Бірақ балалардың тағдырын біліп отырайық. Сіздің адресіңізді жазып алайын. Біздің полк адресін сіз жазып алыңыз. Хабарласып тұрайық, деп подполковник полк адресін жазып Анна Ивановнаға берді. Оның адресін блокнотына жазып алды да, балаларыңызға киім тіккізіп жатырмын. Біздің полктан артиллерист балаларына ескерткіш болсын. Олар мынау қарсы үйде, деп штаб бастығы терезеден қарсыдағы сабан шатырлы үйді нұсқады. Анна Ивановна орнынан тұрып, сізге көп рахмет, жақсылығыңызды ұмытпаспыз. Рахмет, қош сау болыңыз, жортқанда жолыңыз болсын, деп штаб бастығымен қоштасты да тез-тез басып сыртқа шығып кетті. Балалардың киімі ертеңге дайын болатын болды. Анна Ивановна Серік пен Бористі ертіп көшеде келе жатты. Қызыл армия, халық армиясы, халықтың қорғаушысы. Қызыл армия халықтан шыққан, халық үшін қызмет істейді деген осау. Кешегі неміс армиясына тіпті неміс азаматтары жақын бола алды ма? Жоқ, олардан халық қорқатын, оларды көрмеуге тырысатын бейбіт халық. Міне, біздің армияны айтсаңшы, былай қарағанда оларға ешбір қатысымыз жоқ сияқты. Бірақ әлгі подполковниктің соншама жылы қарсы алып, қаншама қамқорлық жасағаны, халықтан, өзіміздің еңбеккер халықтан шыққаны ғой, деп ойлады Анна Ивановна ішінен. Анна Ивановна Переяслав қаласындағы май заводына жұмысқа орналасты. Бұрынғы май заводынан еш нәрсе қалмаған. Қаладан шегінер алдында заводты неміс сойқандары қиратып, тас талқанын шығарып кеткен. Енді сол қираған заводты қалпына келтіру керек. Жұмыс көп, бастан асады. Оның үстіне біздің партизандар мен Қызыл армияның ерекше соққысынан шегіне қашқан жаудан алып қалған сиыр сүті заводқа түсе бастады. Одан май, ірімшік, кәдімгі қол күшімен жасалады. Бұл заводта Анна Ивановнадан басқа Пахалок Татьяна, Широконос Надежда, Матуска Татьяна сияқты партизанкаларда жұмыс істейді. Серік пен Борис Днепрден пен балық аулап, кешке бір шелек шабақ әкелді. Үшеуінің негізгі қорегі сол. Оны асып та, қуырып та жейді. Көп кешіккен жоқ. Октябрь айының аяғында қаладан 10 жылдық мектеп ашылды. Серік пен Борис мектепке барып оқу оқитын болды. Соғыс жүріп жатыр. Днепр бойы күндіз түні бомба астында күңіреніп жатыр. Қала үстінен екі жақтың самолеттері жүздеп ұшады. Әр сағат, әр минут самолет гуілімен жарыса өтіп жатыр. 1:07-ден соң жағдай басқаша боп өзгерді. Енді жау самолеті күн сайын сирек көрінетін болды. Майдан шебі Днепрдің оң жағына көшті. Сонан біртіндеп батысқа қарай алыстай берді.
Анна Ивановна қаншалықты шаршап жүрсе де, осы кездерде көңілдене бастады. Өйткені енді көп замай өзі туған Зазулин селосы азат етіледі. Онда Анна Ивановна үшін ең қымбатты нәрсе бар. Ол оның партиялық билеті. Оған село азат етілген күні Анна Ивановна барады. Мұқият тығып қойған жерінен оны алады. Сосын қайтадан сүйікті Ленин партиясы солдаттарының сапына тұрады. Міне, партизан ананың ендігі асыға күтіп жүргені осы еді. «Мама, сүйінші, Иван атамның селосы азат етіліпті, атама барамыз», деп Борис алдыңғы бөлмеде тамақ пісіріп жүрген Анна Ивановнаның мойнына жүгіріп барып асыла кетті. «Оны қайдан білдің, алтыным?» деп Анна Ивановна да елең ете қалды. Ол сенбей тұр. «Тыңдашы, мама, одан хабарлап жатыр», деп Борис мамасының қолынан ұстай алып төргі бөлмеге қарай жетектеді. Сол кезде соңғы хабарды ырғағымен радиодан асқақтата оқып тұрған Левитанның даусы. Соңғы хабарды оқыған Левитан деп барып тына қалды. Анна Ивановна соңғы хабарды ести алмай қалды. Оқуға кеткен серікте естіген жоқ. Анна Ивановна Бористің сөзіне сенді. Борис өтірік айтпайтын. Бірақ сол сәтте Анна Ивановнаға көңілсіздік пайда бола кетті. Ол Бористің басынан сипап тұрып, көзіне жас алды. Анна Ивановнаның бетінен сырғып, өзінің бетіне тамып кеткен ыстық тамшыдан ғана Борис мамасының жылап тұрғанын сезді. Сосын Борис, мамам неге жылайды? Тегі мамам да мен сияқты өз папасын сағынған екен ғой деп ойлады. Нағашы атасын немістердің өлтіргенін Борис естіген жоқ, білмейтін еді. Анна Ивановна Иван атаңды немістер өлтірген деп айтпақшы болып оқталды да, жас бала көңіліне қаяу салмайын деп кезінде айтпады.